Ағалар, рұқсат етсеңіздер, біздің ортамызда Ақжауыпты аяулы анамыз тұр ғой. Осы біздің Дулат ағамыздың аяулы анасы. Шешесін барлығын жинап алыңыздар. Одан кейін барып қазір тосқа шыққан кезде жаңа құдалар арнайы өздерінің алып келген кәделерін көрсете жатар. Ал дәл қазір шашу! Қадамдарыңызға гүл жаусын. Осы ескі санчық. Осы жерде отырған ағайын туған бөтен адам жоқ болса. Ал енді сіздердікі әйел азаматшалары сөз табыстаймыз, маңдайынан сүйеміз, иә? Сіз маңдайынан 3 рет, сіз 4 рет. Зато қызыңызға дұрыстап қарайын. Ал кетті. Жақсы айда, жақсы күнде Алла қабыл етсін деймін. Үлгіреген Диана қызымызды бізге мәпелер өсіріп бергендеріңізге мың алғыс, басын деймін сіздерге. Құдай сарамаңыз. Алла разы болсын. Осы көзге көрінген бала-шағамыздың қуанышын бірге бөлейік, бірге тойлайық. Енді ең жақын туыстың бірі сіздерсіздер бізге. Өте қуаныштымын. Қандай көз таяғындай отбасысыздар. Алла көзден сақтасын. Диана қызым бізге ибалы, инабатты келін болсын. Мен Сұлтаннан бірінші жақсы көрдім, Диана. Мамасына сәлемімізді алып кеткен. Дұғамызды айтып, бетсіз басып кеткеніміз міне Алла тағала қабыл етті. Аллаға сансыз шүкірлер болсын осы күнге жеткізген. Мың алғыс, халқыма мың алғыс, екеуінің тілеуін тілеп, екеуінің тілеуін тілеп, баталарын беріп жатқан Ақжауыпты аналарымыз қаншама жан теріп болып кетті. Рахмет, халқыма рахмет. Мені де естейтін шығар осы жерде бір. Халыққа мен басымды иемін, рахмет. Халқым аман болсын. Алланың бір есімі халық дейді ғой. Сол халқымыз аман болсын, жеріміз тыныш болсын. Бала-шағаларымыз өсіп, өніп, соның қызығына тоймай жүре берейік. Тойымыз тойға бассын. Мына алда келе жатқан тойларымызды аман есен атқарайық. Рахмет сіздерге. Мына сый құрметтеріңізге рахмет. Разымыз. Тамаша. Бүгін ерекше күн. Кеше ғана бала секілді еркелеп жүрген Диана енді өз теңін тауып, жаңа өмірге қадам басуда. Сырға салу жай ғана дәстүр емес, бұл қыздың бой жетіп, басқа әулетке аманат етілуінің белгісі. Диананың жүрегі толқынысқа толы. Ол ата-анасының мейірімді жүзін, анасының көзіндегі қимастық пен әкесінің мақтанышын көріп тұр. Бала күннен естіген қыз, қонақ деген сөздің мағынасы дәл бүгін тереңірек сезілуде. Қалыңдықтың құлағына тағылған сырға, оның ендігі жерде басқа әулеттің келіні атанғанының нышаны. Туған туыс, үлкендер ақ батасын беріп, жаңа өміріне сәттілік тілеуде. Диананың ойында сансыз сұрақ бар. Мен жаңа отбасыға сіңісіп кете аламын ба? Барлығы қалай болады? Бірақ жүрегінде сенім бар. Ол сүйікті жарының жанында, ата-анасының ақ батасын алып, бақытты болуға қадам басып келеді. Той жалғасуда. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, министрі Сербия сыйлығының лауреаты, неповторимая женщина, красивая, умная, тем более Сұлтанның енесі. Мазалыңызда, бүгінгі кештің иесі, алдарыңызда Райгүл Тәте! Мәдениет қайраткері, Сербия сыйлығының лауреаты, Мұхтар Әуезов атындағы театрдың директоры, бүгінгі кештің иесі,
қымбаттар. Олай болса, Диананың әкесі Дулат аға! Просто в кадр что Диана мен Сұлтан үйленеміз деп жариялаған болатын. Бүгін болса Диананың сырғалым атанатын күні, оның өміріндегі ерекше әрі толқынысты сәттердің бірі. Бұл күн тек өзі үшін ғана емес, жақындар мен жанкүйерлері үшін де маңызды. Себебі ол өзінің сүйгенімен өмірлік серігін тапқанын ресми түрде жариялап, жаңа отбасының іргесін қалауға бір қадам жақындады. Диана анасымен керемет суреттерімен, өзінің ойымен бөліскен болатын. Ұлысы оң болсын, ақ мол болсын. Түркі халықтарына ортақ Наурыз құтты болсын. Күн мен түннің теңесетін уақыты, жыл басы саналатын күнде қазақтың төрінде ұлан асыр той болсын. Шаңырақ шаттыққа, кеуде қуанышқа кенелсін. Қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келген бұл күннің бүгінгі маңызы біз үшін тым бөлек. Сырғалым атанатын күні. Алла абыроймен аман есен өткісін. Бақытты болайық бәріміз. Қандай керемет, жүректен шыққан тілектер. Наурыз мейрамы құтты болсын. Бұл жаңа бастамалардың, тазалық пен жаңарудың мерекесі. Әр шаңыраққа молшылық, бірлік, береке әкелсін. Диананың сырғалым атанатын күні де дәл осы қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келіп, ерекше мәнге ие болып отыр. Бұл тек бір отбасы үшін ғана емес, барша жақындар үшін қуанышты сәт. Алланың нұры жауып, бұл күн сәттілік пен берекенің бастауы болсын. Қуанышымыз ұзағынан болсын. Әрбіріміз бақытты болып, болашағымыз жарқын, дастарханымыз мол болсын. Сұлтан мен Диана өздерінің бақытты сәттерімен бөлісіп, қолдау білдірген барлық жанға алғыс айтып жатыр. Олардың айналасында тек қуаныш пен жылы лебіздер. Отбасы мүшелері, достары, жақындары барлығы бұл күннің маңыздылығын түсініп, оларға ақ жол тілеп, шынайы тілектерін жаудырып жатыр. Сырға салу рәсімі қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрлерінің бірі. Бұл қыздың өміріндегі жаңа кезеңнің басталуы, болашақ жарының отбасына бір табан жақындауы. Диананың бұл күнгі көңіл күйі ерекше толқулы, бірақ ол өзін Сұлтанның жанында сенімді әрі бақытты сезінуде. Бұл оқиға қос ғашықтың ортақ өмірге деген алғашқы нақты қадамдарының бірі. Олардың махаббаты одан әрі беки түсіп, алдағы уақытта үлкен той күтіп тұрғаны сөзсіз. Бұл күн есте қаларлықтай ерекше әрі шаттыққа толы болып, барша жанкүйерлерін қуантты. Олардың болашағы жарқын, ал махаббаты шексіз болсын.